Сәлем, адам ағзасы арнамызға қош келдің. Бүгін пияздың қасиеттері туралы айтатын боламыз. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда да пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруында да пияздың шипасы керемет. Ал пияздың қабығы туралы білесіз бе? Егер білмесеңіз, осы видеода пияз қабығы туралы айтамыз. Пияздың қабығында Е, Б, С дәрумендері, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркекті қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады, ағзаны құрттардан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Енді ол тұнбаларды қалай дайындаймыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып, шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл қан қысымды реттейді. Ал холестериннен құтылу үшін, тамырдың саулығын арттыру үшін мына тұнбаны дайындаңыз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа салып, 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қоясыз. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосыңыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақбақ, одуванчик тамырын және жарты ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырасыз. Оның 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып ішесіз. Каналымызға жазылып кетіңіздер.